Сәлеметсіңдер ме, балалар? 2-ші сынып жаратылыстану 11-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы бұлшық ет. Оң алақаныңды сол қолыңның шынтағынан жоғары қой. Сол қолыңды бірнеше рет бүгіп жаз. Нені сездің? Осы өз ойыңмен бөлісіп көр. Қаңқа – ағзаның тірегі. Бұлшық ет қаңқаның қозғалуына мүмкіндік береді. Олар тыныс алуға, жүректің жиырылуына, ауыр жүкті көтеруге, тіпті қабақты түюге де көмектеседі. Бұлшық ет дегеніміз денені қозғалысқа келтіретін мүше. Сенің денеңде 640 бұлшық ет бар. Олар сүйектерге бекітілген. Бұлшық еттер жиырылу және босаңсу арқылы сүйектерді қозғалтады. Адам қозғалады. Бұл мидың бұйрығымен орындалады. Бұлшық еттің қалай жұмыс істейтініне қара. Қараңдар, суретке назар аударайық. Дене қозғалысқа түскен кезде бұлшық еттер жиырылып, жуандайды және қысқарады. Жиырылу қысқарады және жуандайды. Қараймыз. Босаңсу ұзартады және жіңішкертеді. Бұлшық еттер босаңсығанда ол қайтадан ұзарады және жіңішкереді. Бұлшық еттің моделін жаса. Саған қажетті заттар: қатты қағаз, батырмалар, резеңкелер. Үлгі бойынша 2 дайындаманы қиып ал. Батырманы буын ретінде пайдаланып, дайындамаларды бір-біріне біріктір. Резеңкелерді суретте көрсетілгендей тарт. Резеңкелер бұлшық еттің қызметін атқарады. Егер қолмен қозғалса, резеңке бұлшық етке не болады? Осы сұраққа жауап беріп көр. Денені шынықтыру денсаулық үшін аса маңызды. Кейбір жаттығулар бұлшық етімізді жетілдіріп, күш-қуатымызды арттырады. Басқаларды буындарды нығайтады. Тіпті етті әрі ширақ болуға көмектеседі. Енді бір жаттығулар жүрек пен өкпенің жұмысын жақсартады. Пиктограммаларға қара. Мына жаттығуларды орындау барысында дене мүшенің қай бұлшық еттері нығаяды? Қане? Бірінші пиктограммаға назар аударайық. Бұл жерде қалай ойлайсың? Қай дене мүшеміздің бұлшық еті жақсарады? Әрине, аяқтардың. Екінші пиктограммада бұл жерде 2 қолдың. Үшіншісінде қайсы жақсарады? Әрине, қол, аяқ, бұлшық еттері нығаяды. Ал мына пиктограммада қай дене мүшесі нығаяды деп ойлайсың? Сен білесің бе? Сен күлімсіреген кезде 17 бұлшық ет жұмыс істейді. Күлген кезде олардың саны 15 бұлшық етке артады. Олар іштегі және алқымдағы бұлшық еттер қосылады. Сен қабағыңды түйгенде бет, көз және мойынның 43 бұлшық еті жұмыс жасайды. Қаңқа мен бұлшық ет адамның тірек қозғалыс жүйесін құрайды. Кейбір адамдардың тірек қозғалыс жүйесі бұзылады.
мүмкіндігі шектеулі адамдар арбамен жүреді. Оларға ерекше көңіл бөліп, қамқорлық таныту қажет. Тірек қозғалыс жүйесі нелерден тұрады? Бұлшық еттің маңызы қандай? Дене шынықтыру, спорт пен еңбекпен айналысу бұлшық еттерге қалай әсер етеді? Осы сұрақтарға нақты және тиянақты жауап беріп көр. Балалар, мына суретке назар аударайық. Адамның дене мүшесіндегі бұлшық еттерді толықтыр. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.